үніне бағындырған, көрінбей кетті кейін саханадан, жыр сүйер көрерменін сағындырған. Ақындар той қызығы таусылмасшын, арқаның самал желі даусыңдашсын, төгіңдер тасқындатып жыр нөсерін, сөзіңе шөлдеген ел мауқын бассын. Енді өздеріңіз асыға тосып отырған айтыс тарландарын сахна төріне шақырайық. Шығыс Қазақстан облысынан Егеухан Мұхаммади қызы. Ақмола облысынан Әлімханов Баянғали. Таушан Абуова Оңтүстік Қазақстан облысынан. Ерік Асқаров Астана қаласы. Ақмарал Леубаева Оңтүстік Қазақстан облысы. Бұлғақов Айтақын Алматы облысы. Астана қаласынан Қонысбай Әбіл. Батыс Қазақстан облысы Хатимолла Бердіғалиев. Қарсы алыңыздар сахнада Егеухан Мұхаммади қызы және Баянғали Әлімжанов. Сіздерге көп сәлем жолдап қалды, киелі Көкшетаудың тау мен тасы. Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Киелі қазағымның елордасы. Елімде талай заман өткен, ондай күннен кері кеткен. Бұл қойып өлең жырдың мың жасасын, 3-ші мыңжылдыққа аман жеткен. Қазақтың шырқай берсін асқағаны. Жастардың таусылмасын айтар әні. Біздерге мұра қылып бұл айтысты, аталар күні кеше бастағанды. 3-ші мыңжылдыққа жете беріп, өмірді күні кеше өте шықты. Көкөндей алталаштың ақтабаны. Алталаш қанық көкөн есімінде, бөлегені бітімі кесімінде. Мылтықты домбыраға серік қылып, фашисті тығып еді тесігінде. Асайынып мұсамен серік болып, айтысты бастап еді өсіруге. 3-ші мыңжылдыққа аттан жетпей, өтіп кетті тағдырдың, амал бар ма шешіміне. Рамазан айын өтті дүниеде, ол жақтағы жүрейлер жабырғылмас, жұмақтың турабы бар есігінде. Ел болама түбірсіз, ат болама дүбірсіз, дүбірлі дүлділ көкөнім, түбірлі жерден жаралған, арға тасып қазақтан, ақан сері бір жан сал, ортасынан таралған, көкөн салған астақ жыр, бар қазаққа таралған, тауда еді тұлғасы, кеудесі жырдың тұнбасы. Манап көкбай көкөндөр секілдеді бұл кездің, айтысында төл басы, жақсылардың жолдасы. Иманды болсын жарықтық, тиді жерге жан басы. Атеке деп алдында құрмет қылып тұрушы, еркекпенен ұрғашы, ақсақалы желбіреп, екі көзі мөлдіріп, ақ жүрегі елжіреп, айналайын балам деп, бардығымызды басымнан сипаттағы жүретін. Қадірлі көкің ағаң жоқ, 3-ші мыңжылдыққа міне
табиғи бірақ аттан қалғанда өтіп кетті арманда оған бірақ амал жоқ бұл дүние жалғанда кім жетеді арманға артындағы ұрпағы шәкірттері жәнеде айналды қара орманға атамыздың сөзі бар болаттай бол деп болғанға иман берсін ағама өмір берсін қалғанға бабадан сонау қалған асыл сарын көкөннің кеудесінде күмбірлеген бабалар қасиетті кеше өткен қазақтың ән мен жырын сөндірмеген солардан мұра болып бізге қалды қазақтың ән мен жыры үзілмеген әнменен қырған еді атырабын қазағым тыңдап өскен ақын әнін көрерменнің бар еді бір дәстүрі қол соғып қарсы алатын ақын әнін қол соғайық көкөннің құрметіне сол болсын бір уыс топырағыңа еске біз алды оны ағатайлар алдыңа ағайындар келдім сайрап халқымыз қиқулатып қолын соқса менің де кетуші еді ай ханым қайнап қасымда аппақ болып апам келді жырласын ақ көйлекпен көңіл жайнап Напеке қарсы келдің алдыма апам десем де жарасар жеңгем десем де жарасар таңдайсың өзің қай жағын алдында келіп қазақтың талайда мәрте сайрадың гүлдейді көктеп жайнадың осымен менді тоқтайын өзің біліп апеке жалғай бер шауар жағын армысың алтын орда басқалам езугай тарихың тамыр тартқан ақыл сақ құлдардан сәулетің жан үйлескен ақ көйлек көңіл жай жас қаламыз угай армысың жаңа ғасыр ақыл шаттанып басып тасқан ақ көйлек көңіл жай көшкемелең угай болашақ халқым бесік ақыл астанамыз бейбіт күн бірлікпенен ақ көйлек көңіл жай өсерінен угай алауын жаңа ғасыр ақыл шақырдың сауын айтып ақ көйлек көңіл жай әлеменен угай өр алтай тарбағатай ақыл шығыс шыңы сәлем абыялық жарақ көйлек көңіл жай мен де келдім угай мұқамбетім бетіміз ақыл ислам дінімізге ақ көйлек көңіл жай оралған езугай ғасыр той оразаға ақыл қабат келген ағайын қабыл болсын ақ көйлек көңіл жай оразаң езугай қадірлі көкен ағам ақыл қаза сауыр мұң артып мұңданып ақ көйлек көңіл жай алтай сауыр угай қайырым берсін алла ақыл ағамыздың бәрі де қимай отыр ақ көйлек көңіл
көңіл жай аға бауыр угай арқадан абылай қаннақы вақанды өткен ұлабай жетпіске деу ақ көйлек көңіл жай жетпей кеткен угай оразай жұмажан басақым жерге тисе төріне ұжымақтың ақ көйлек көңіл жай ағам кеткен угай төгілсін ей тайынды төгілсін алдарыңда жырым менің жырлайтын кезім келді бүгін менің атамызды екеулеп жоқтап болсақ тірлігін қылайық та тірілердің ай алдыңда енді бүгін өлең айтам өлең айтпай қалайша үйге қайтам қалай десем мекенде осы жолы апа дейін бе жеңге дейін бе не деп айтам айтыста қарсыласты жеңген жақсы әзілдеп талай сөзбен ілген жақсы апаңа бақыт батып сөз айтпайсың сондықтан ападан да жеңгем жақсы табысып жатыр жұртым керейлермен қазағым қанат жайып мерейленген КПСС пен КГБ-ның заманында шекара бұзып келген герой жеңгем өлең жырын айтқан жеңгем көңілін тыңдаушының тапқан жеңгем қатекем домбырасын қолын ұстап аппақ боп ауылына қайтқан жеңгем айтыстарда бөгелмей шапқан жеңгем айтатын сөз арнасын тапқан жеңгем жүдетпей үйде отырған ағамызды тәрбиелеп балқаймақпен баққан жеңгем қазағымның өнері өлмесін деп дәулет керейдей ақын ұл тапқан жеңгем бұл жерде қайнысына айтар сөзді таба алмай қиналып ақ жатқан жеңгем жыраусың жырдан озған ақыл жырды да кеп қалдың бір додадан ақ көйлек көңіл жай бір додағы бұл жырау атамыздан ақыл қалған нұсқа қайынын шығарарсың ақ көйлек көңіл жай мұнарағы қайыным жеңге десең ақыл жеңгең болам қайынның әзіліне ақ көйлек көңіл жай ерген болам бар шындап қалсам қайным ақыл ай бетте бұл менің талай ақ көйлек көңіл жай көрген додам жасымда домбырану ақыл шертедім мен дос күліп бұған дұшман ақ көйлек көңіл жай күлмеген қатаған домбырасы ақыл құт боп мағым шертіп жүр дәулет керей ақ көйлек көңіл жай дәстүрменен қайыным қайтады өлең ақыл өрісін сағым
бепарық угай Абылай астанаға уақым жете алмай Тұр екен Көкшетаудан Ақкөйлек көңіл жай Мұнда қарам угай Еліңнің жырын айтып ақыл егілгенің Қайыным жыраусың ғой Ақкөйлек көгіл жай төгілгенің угай Абылай астанаға уақыл келсе мұнда Ұрпаққа үлгі болар Ақкөйлек көңіл жай көрінгене угай Құрметтеп жеңешелеп тақтырамын Мадақтап қайныңызды жақсыладың Қорықпа ілес алмай қаламын деп Мен сені қалай жолда қалдырамын Әпелеп өлеңіммен ақ жеңеше Апарып ағам өзім тапсырамын Алдында ағайынның ағылайын Тойыңнан әр уақытта табылайын Төрінде астананың әкеп қойса әйгілі алталаштың абылайын Аруағы қазағымның асат шығар Қолмысын талайладың басат шығар Миленум деп мый айдалған Бастықтардың талайы қашат шығар Ақындар әрқашанда ойын ойлаған Еліммен бірге жүріп той тойлаған Келгелі байқап жүрмін астанада Миленум деп билеуменен Бүгінгі бастықтарда мый қалмаған Ай жеңеше бұл өлеңді жырау дедің Мұраты ақындардың жырлау едің Кешегі ақын жырау бабалардан Менде бір қалған бүгін тұяқ едім Ақындың көтересің басынасын Айтатын ағайынға жырым басым Келгелі байқап тұрмын беу астана Апырмай қалай құбыласың Рахмет десек тағы өткіздіңдір Мың жылдық қазағымның қазынасын Жиналып жыршыларың дарылдады Келіпті ойдан қырдан дарындары Мың жылдық қазақ жырын тыңдайтұғын Жүз қазақ астанадан табылмады Бұл сөзді ағайындар ұғар мекен Ат басын оңға қарай тұрар мекен Мың жылдыққа аман сау келген жырлар Осымен айтылмай-ақ тынар мекен Астана батырлардың жырынан да Басқалардың жынына құмар мекен Көкөнді айтып қалайық күрсінеді Бәйтерек құлағанмен бүршігенді Өмірден көкөн ағам озған күнді Сахнаға дидар бала жыршы келді Сахнаға дидар бала жыршы келді Оны да қалай кімдер түйсінеді Балапан 11 жастар алпамысты жырласа бүкіл халық сүйсінеді Сол баланы сыйлайтын адам шықпай Ақындар амалсыздан күрсінеді Ұлық еді даладағы Мұрағып сөз қалдырған бабаларым Манасты жырлағанда мәз боламыз Қырғыздың аққалпақты балалары Сахнаға 11 жастар жыршы келіп
Ағалар оны жақсы бағалады. Амал не астананы сол балаға, орамал ырымдауға жарамады. 3 күн бойы қақсатын жыршыларды, культураңыз культурны тонап алды. Айтатын ағайынға ойым мәлім, жыршы жалғансын қашандағы тойың дәнім. Шераға айналайын парламентте, қазақтың батырларын менсінбейтін, бастықтардың бұрашын мойындарын. Жеңгеңнің жеңілдетпе уақы жеке басын, ақынмын ана тілмен ақ көйлек көңіл жай өш алатын ұғайы. Желкілдеп жас жыршысың ақы қайным өзің, жеңгеңнен озамын деп ақ көйлек көңіл жай не табасың ұғайы. Бұл жерде уағаң үшін ақы болмауалым, олдағы уақылға ген ақ көйлек көңіл жай сондай ағың ұғайы. Қанша жыл қай жердерде уақы айтысам да, үйіме адаспастан ақ көйлек көңіл жай өзім барам. Қайыным мұндай жерде уақы жырлай берсең, халқыңның сондай ақ көйлек көңіл жайысын көрсең ұғайы. Мен ертіп бармай ақ қой ақы уағаңа сен, өз басың көшіп келген ақ көйлек көңіл жай сәлем берсең ұғайы. Әніміз мұндай жерде уақы жарасады, өлеңге әркімнің бар ақ көйлек көңіл жай талас әлі ұғайы. Жас бала кеше келген ақы жырым тыңдап, олы рас ел сыйласа ақ көйлек көңіл жай жарасады ұғайы. Әк өлсе дейді қазақ ақы жарасады, бабамның ой өмірге ақ көйлек көңіл жай жанасады ұғайы. Жез таңдай бұлбұл көмей ақы көкім кетсе, сол әне орным басқан ақ көйлек көңіл жай болашағы ұғайы. Анық қой жеңешемнің өрлейтіні, жаңалық қайның сізге ермейтіні. Көкімдір дүниеден өтсі дағы, анық қой қазақ жыры өлмейтіні. Аталар жырлап өткен нар кезінде, заманның бұдандағы қар кезінде, қазақтың ән мен жыры еш өлмейді, әу дейтін жалғыз қазақ бар кезінде. Айтатын жеңге сіздің жырыңыз көп, тілеймін ылғи жақсы жүріңіз деп. Ағама бірге бармақ болып едім, маңыңа жолататын түріңіз жоқ. Сөзімді ақ екені өткізерсің, ішінде жақсы жағын көп тізерсің.
отырған мынау елдің атынан сіз ағама дұғай сәлем жеткізерсің ай 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 арнай бір туған елге жырыңызды құлпыртып ойыңызбен қырыңызды ақ көйлек көңіл жайлап әсемдетіп айта бер осылайша сырыңызды шығыстан мәшина мініп бәйге алған айтыстың осы күнгі ақтан бері аман қылсын дәулет керек ұлыңызды ай 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 жырыңмен жүрдің елді табындырып жібердің талайларды қағындырып мінекей ортаңызда келді бүгін сахнаның саңлақтар сағындырып ай 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 кешегі көп байманап көкендерден үлгі алып бұл өнерді бекемдеген саңлақтар сағындырған әлі сапта кім оларды списай етем деген ай 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 қазына елімізде ортаймайды қалайша ұлы өнер марқаймайды жар болса көкті құдай жерде халық өнерпаз ешқашанда қартаймайды ай 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 сүйегіп халқымызбен бір құдайды жырлайық ай беуа жеңеше жер мен айды бүгінде жастарындар шығып жатыр оларға ел жұртымның көңілі жайды десек те әр өнерпаз орны бөлек ешқайсысы егеу қандай бола алмайды ай 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 қазақтың бір-біріне бәрі бауыр ынтымақпен пана болсын соқса дауыл бұл күнді алты алашым алағұлла болғанда бір тәуір бір жауыр астана жалт-жұлт етіп жарқырап тұр жартылай қирап бітті біздің ауыл ай 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 ортақ қой түбімізде бауырларым тойыңнан әлі талай табылармын астананы көркейту өте жақсы қуанып оны жақсы қабылдадым десек те ойлай жүрген дұрыс болар қазақтың ауылдағы тамырларын ай 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 кей бабам баласыз боп ақыл тентіреген алладан аяулы ұрпақ ақ көйлек көңіл жай көп тілеген угай босаған сом алтыннан ақыл болса дағы мейірің бала сүймей ақ көйлек көңіл жай қанбас деген угай ол рас елесуді ақыл ұрпағымен мен дағы көп баланы ақ көйлек көңіл жай тілеген ем угай кемінде 4 балалы ақыл болсын жастар еліңді өзің туып ақ көйлек көңіл жай өсірген жөн угай екеуі төртеуінің ақыл орның басар біреуі әлде қалай ақ көйлек көңіл жай көдік жасар угай біреуі ел өсуге ақыл таза кіріс ойланар жас жұбайлар ақ көйлек көңіл жай ақылдасыр угай тілегім мен ұрпақтың ақыл тілеп өтем
Elimnin іргесі деу ақ көйлек көңіл жай болсын бекем угай. Отбасы заң жобасын ақыл қайта қарым ақ көйлек көңіл жай қалай ойың угай. Жақсы айтылған сұрақтың керегінде бас қатырған Құдайдың бүк бергеніне шүкір дейміз Иншалла 4 балам бар қос қатыннан Алматыда біреуі балдарымды бағып жүр Балдарымда шүкірлік озып жүрді алып жүр Шетелге де барып жүр еңбек жұртқа жағып жүр Ауылымда біреуі ауырып төсек қатқанда Әкемді қолдан атқарды, шешемді қолдан атқарды Еңбек жұртқа жағып жүр Ортасында солардың өлең айтып байекеңе қыдырып шал Қиындағым сүйемін ел жұртымның жиылғанын Тағы да Құдай берсе біз көрерміз Тағы да Ақжеңеше бұйырғаным Қызықты бұл думанда салу керек Қазаққа 4 қатыннан алу керек Әр қатын 4 баладан тауып берсе 4-4-тен 16-сы болу керек Қазақ үлес болсын өрнеуінде Разымның теңге сенің келгеніңе Бұйырғаны тағы да бола жатар Өмір берсін Құдайдың бергенін Өмір берсін қолдағы балаңызға Қырандай самғай берсін даламызда Қазақтың балалары өсіп өніп Өзгеріс келтірсін де санамызға Қайдыңа заказ беріп кеттің жеңге Тапсырма беріп қойшы ағамызға Заң шықса деп қойып деп ақ көйлек көңіл жай табар мәзір Қой мөрет бір уақым күтетіғын Қазақы әйелдер ақ көйлек көңіл жай барма қазір Алғанның 2 қатын ақым ойранығын Ал сауғанның 2 сиыр ақ көйлек көңіл жай айраны бар Кей әйел жұтынып тұр ақым жұлатындай Алғанның ойла сору ақ көйлек көңіл жай қайнары бар Өмірді әркім өзі анықтасын Оғуға өмір сырын ақ көйлек көңіл жай жалықпасын Домалақ ене асыл ақыл болғанымен Білесің бәйдібектің ақ көйлек көңіл жай жарықпасын Өліңді көп тыңдаймын ақыл бастайма деп Бір әйел бір уақ көйлек көңіл жай жасқайма деп Әйелдер қазір ақыл жұтынып тұр Біреуім бір жарым ақ көйлек көңіл жай тастайма деп Қарағым бала
ақы өссін ұрпақ өзіңдей самғай берсін ақ көйлек көңіл жай олда бұрқа бугай ағаңа айтуында ақы айтаман ғой бірақ та жасы келді ақ көйлек көңіл жай өтті ғой чағугай жеңгемде толып жатыр мақтар қылып өлеңді тастайды екен шоқпар қылып шынында бүгінгі күннің әйелдері еркекті өлтіреді ау көкпар қылып ай 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 қазақтың әр нәрседе кәдесі бар демеймін бұл сөзімнің бәлесі бар ағаңыз қартайыпты дейді жеңгем байқаймын жас жігіттен дәмесі бар ежелден бұра сөйлеу бізге мұра айтайық тәуір сөзді елге мына қоныспай белгі беріп ана жақта аяқтарда сахнадан деп зымыра белгі беріп тұрған соң амал бар ма менде тежеуді салайыншы мен жырмай ай 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 құдайым өмір берсін барыңызға көп болсын алда жақсы шағыңызда қазақтан біреу тусын мыңы тусын әйтеуір әрбір жаққа еліктемей қызмет қылсын қазақ елін бағыңызда ай 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 тағы да мен салайын ақы әнімізге әніммен келеміз ғой ақ көйлек көңіл жай сәнімізге қос күйе ұстаймыз деп ақы жатыр ғой ел тауып бер онда бір ақ көйлек көңіл жай бәрімізге бұл ғасыр бәрімізге ақы алтын ғасыр мінеки ұлан асыр ақ көйлек көңіл жай той боп жатыр өлеңді мұндау айтпай ақы қайда айтамыз өмірлі барлық халқым ақ көйлек көңіл жай болсын ақыругай ұрпағым өсе берсін ақы өркендесін бәрі де өзің айтқан ақ көйлек көңіл жай елімдесін еліңнің жырын жырлап ақы мұңын айтыр сен дағы өзің шешен ақ көйлек көңіл жай алғыр ерсің